Құрметті бауырлар, бұл видеода намаздың әрбір сәтінде қандай күйде болуымыз керек осы туралы болады. Сіздер каналға жазылып қолдап отырыңыздар. Саған алғаш жететін нәрсе азан. Азанды тыңдаған кезде жүрегіңді беріп тыңда. Айналысып жатқан нәрсеңді таста. Себебі алғашқы ұлы тұлғалар солай жасайтын. Азанды естіген кезде темір ұстасы балғасын көтерген болса, оны төс темірді ұрмай түсіретін. Етікші инені сұққан болса шығармайтын, солай қалдыратын, орнынан ұшып тұратын. Себебі бұл дауыстан қиямет күнгі дауысты еститін. Егер азанның дауысын естіген кезінде жүрегіне қуаныш пен құштарлықтың толғанын сезсең, қиямет күнгі дауысты естіген кезде де солай болатынын біл. Дәрет алу. Дәрет алудың сыры мынадай: киім мен денені тазалау. Сыртты тазалау деген сөз, бұл тазалықтың рухы жүректің тәубе жасаумен, өкінумен, жаман мінездерден алыс болуымен тазаланады. Себебі жүрек Алланың көретін жері, намаз ақиқатының орны жүрек, ал дене намаздың сыртқы келбетінің орны. Әуретті жабу. Бұның мағынасы өзінің сыртындағы жаман нәрселерді жауып, адамдарға көрсеткің келмеу, ал сыры мен ақиқаты жүрегіндегі жаман нәрселерді Алланың көруінен жабуың. Алладан еш нәрсенің жасырылмайтынын білесің. Олай болса жүректі жамандықтардан тазалау керек. Ал тазалық бұрынғы жасаған жаман істеріне өкінуің һәм оны енді жасамауды ойлауың. Себебі хадисте күнәсіне шынайы түрде тәубе жасаған, еш күнә жасамаған адам сияқты делінген. Тәубе күнәні өшіреді. Егер мұны жасай алмасаң, ең болмаса қорқыныш пен ұятты перде жасап, солардың артында тұруды ұмытпа. Алланың құзырында жүрегі паршаланған және ұялған түрде тұр. Дәл бір қашып кетіп, бұйрық тыңдамаған құлдың қожайынның алдына келе жатқандағы қиналған, өкінген, басы иілген халі секілді. Құбылаға қарау. Мұның мағынасы жүзін басқа жақтардан теріс бұрып, бір бағытқа қарау. Ал ақиқаты жүрек көзін екі дүниедегі нәрселерден де бұрып, Аллаға қарату. Тек осылай ғана бір сипатты бола алады. Сыртқы құбыланың бір болғаны секілді жүректің құбыласы да бір. Ол Алла тағала ойлар әлемінде жүрген жүрекпен жүздің жан жаққа қарағаны секілді. Мұндай намаздың болмайтыны сияқты бұл да намаздың ақиқаты бола алмайды. Сол себепті Расулалла, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан: намазда тұрып ағзасы, жүзі және жүрегі Алла тағаламен бірге болған адам намаздың соңында анасынан туғандай болады. Яғни барлық күнәлардан тазарады. Жүзді құбыладан бұрғанда намаздың қалыбы бұзылатыны сияқты жүрек көзін Алладан бұрып, басқа нәрселерді ойлауда намаз рухының ақиқатын бұзатынын біліп қой. Себебі сырт іштің жабуы, қабығы, онда қабыққа қатысты нәрселер бар болады. Қабықтың бұдан асқан қадір құны жоқ. Қиям түрегеп тұру. Мұның мағынасы денемен Алланың құзырында құл сияқты бойсынып тұру. Ақиқаты жүректің барлық әрекеттерден арылып тағзым және шынайылықпен қызметке дайын болуы. Осы уақытта қияметтегі өзінің мақамында, Алланың құзырында екенін есіне алуы керек. Иә, сол кезде барлық сырлар, жасырын нәрселер жарыққа шығады, өзіне көрсетіледі. Сол жасырын істерді қазірде Алланың білетінін білуі керек. Жүрегіндегі бұрынғы һәм қазіргі нәрселерді біледі, сыртында ішінде көреді. Мына нәрсе таңқаларлық. Бір адам намаз оқыған кезде, бір ғалымның немесе әулиенің өзіне қарап тұрғанын, намазды қалай оқитынына зер салып тұрғанын көрсе, барлық ағзалары әдепті түрде әрекет жасайды. Еш жаққа қарамайды. Намазда асығудан, бір жаққа қараудан ұялады. Алайда Алланың өзін көріп тұрғанын біледі, бірақ одан ұялмайды. Қолында ештеңесі жоқ бейшара бір құлдан ұялады және сол көреді деп намазын мұқият оқиды да. Жаратылыстың ақиқат иесі болған Алланың көруінен ұялмайды және намазды немқұрайлы оқиды. Осыдан асқан надандық бар ма? Сол себепті Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, уа Расулалла, Алладан қалай ұялу керек деп сұрайды. Ол айтты: тақуа адамнан бала шағасының ұялғаны секілді ұялу керек. Мұның себебі тағзым етуді білу. Себебі бір топ сахабалар бар еді, намазда дыбыссыз, әрекетсіз тұратын, олардан құста қашпайтын, оларды жансыз деп ойлайтын. Алланың ұлылығы жүрегіне орныққан адам Алланың өзіне қарап тұрғанын біледі және бүкіл денесі шынайы беріліп, қозғалмай тұрады. Сол себепті Расулалла намазда қолын сақалына апарған біреуді көргенде, жүрегінде шынайылық болғанда қолы да жүрегі секілді болар еді деген. Руку және сәжде. Мұның сыртқы көрінісі денемен кішіпейілдік таныту. Мұндағы мақсат жүректің кішіпейілдігі. Ағзалардың ең қадірлісі болған бетін заттардың ең төменгісі болған топыраққа қою екенін білсе және осылайша өзінің топырақтан екенін және қайтадан топыраққа қайтатынын түсінсе, тәкаппарлығы сынып, өзін бейшара, мұқтаж екенін біледі. Сол секілді әр істе бір сыр мен ақиқат бар. Одан ғапыл болса, ол істен тек сыртқы қалыпқа қауышудан басқа ештеңе ала алмайды. Қырағаттың, яғни Құран оқудың және намаздың рүкіндерінің ақиқаты. Намазда оқылатын әрбір сөздің білінуі тиіс бір ақиқаты бар. Оны оқыған адамның сөзі рас болу үшін ол адамның сондай сипатта болуы керек. Мысалы,
Аллаху әкбар, Алла ұлы деген сөз. Мұны білмесе, ол надан біледі. Бірақ жүрегінде Алладан басқа нәрсе бар болса, сөзі тура болмайды. Оған бұл сөз рас, бірақ сен өтірікшісің делінеді. Әрдайым бір нәрсеге Алладан көп басиетін болса, соның жолында жүрсе, ол нәрсе ол үшін үлкен нәрсе, оның табынатын нәрсесі мен илахы оның бағынған, артынан ерген нәрсесі. Алла тағала былай деді: өз әуейлігін, құмарлығын тәңір тұтқан адамды көрдің бе? Уәж жақту уәжхи дегеннің мағынасы жүрек жүзімді бүкіл әлемнен кері бұрдым, Аллаға оралдым деген сөз. Егер осы кезде жүрегі одан басқа бір нәрсеге қарап тұрса, оның сөзі жалған болады. Аллаға жалбарынғанда алғашқы сөзі жалған болса, бәлені осыдан деп түсіну керек. Ханифан муслиман деген кезде мұсылмандықта болады. Расулалла айтқан: нағыз мұсылмандар қолы мен тілінен зарар көрмеген адам осындай сипатта болу керек, немесе осындай болуға күш салу керек. Әлхамдулиллах деген кезде Алланың нығметтерін жүрегімен қайтадан еске алу керек. Бүкіл жүрегі шүкіршілік сипатында және мадах халінде болуы керек. Себебі бұл шүкіршілік сөзі, ал шүкіршілік жүрегі арқылы болады. Ияка нағбуду деген кезде ықыластың ақиқаты жүрегінде жаңаруы керек. Ихтина деген кезде жүрегінде жалбарыну және ыңылдау сипаты орын алуы тиіс. Себебі ол сәтте тура жолды қалайды. Тәсбих, тәхлил және оқылған барлық нәрсенің, әр сөздің осындай ақиқаттары бар. Соларды білу керек және жүрек сол мағынаның сипатына бөленуі керек. Бәрін түсіндіретін болсақ, ұзаққа созылады. Намаздың ақиқатынан үлес алғың келсе, осы айтылғандай болуың керек. Әйтпесе мағынасыз қалыпқа, түрге риза болумен шектелесің деген сөз. Келесі видеода намазды қалай жүрекпен беріліп оқимыз сол туралы айтылады. Сіздер каналға жазылып видеоларды таратып қолдау білдірсеңіздер, Алла тағала баршаларыңызға разы болсын.